Тауық сорпасы зиян ба? Дүкен мен базарда сатылатын тауық етінің сорпасын ішу зиян дейді. Осы рас па? Сәлем құрметті алтын достарым. Сіздермен бірге денсаулығымыз, байлығымыз демекші денсаулық үшін каналы. Алдағы айтылатын ақпараттар тауық сорпасы туралы айтылады. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Видео басталмас бұрын достар, каналыма тіркеліп лайк басып кетейік. Алдағы уақытта денсаулыққа қажетті ақпараттар, видеолар, үй жағдайында емдеу тәсілдері шығып отырады. Соны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тауық сорпасының сырқаттанған жандарды терлетіп, тепшітіп, әл жидырар қасиетін әркім ақ біледі. Осыған қарамастан маман дәрігерлер талайдан бері тауық сорпасын ішудің зияндылығын ескертіп келеді. Себебі қайнату арқылы оның етінде сақталған зиянды заттардың бәрі сорпаға шығатын көрінеді. Біз бұл жерде ешқандай химиялық қоспасы экологиялық жағынан ауласында өсірілетін тауық туралы айтып жатқан жоқпыз. Әңгіме біздің дүкендер мен базарларда сатылатын тауық акарачка, яғни сол жөнінде. Ірі құс фабрикаларында тауықтарды семірту және ауру жұқтырмас үшін жем шөбіне адамға зиянды түрлі химиялық қоспалар мен антибиотиктер қосатыны белгілі. Қайнатқан жағдайда соның бәрі сорпаға шығып, тауық етінің өзіндік зиянды ештеңе қалмайды. Сондықтан тұмауға ұшыраған жағдайда денсаулығыңызды түзетудің орнына кері әсерін тигізіп алмас үшін дүкеннен алған тауық етінің сорпасын ішпеген жөн. Ішкен жағдайдың өзінде бірінші сорпасын, тауықты қайнатып болғаннан кейін бірінші сорпасын төгіп сап, тағы да су құйып қайнатып алыңыздар. Бұл ақпараттар ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген кітаптан алынған. Достар, каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып және комментарияға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер, мен үнемі комментарияны қарап отырамын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.